Армысыздар достар, бүгін сіздермен алма қосылған пирог жасайтын боламыз. Видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Бізге керегі алма керек, сары май, 2 дана жұмыртқа, шекер, ұн және қопсытқыш пен крахмал керек. Ал енді бастайтын боламыз. Ұнымызға қопсытқыш салып аламыз. Оның үстіне сары майымызды ұсақтап турайтын боламыз. Енді осының үстіне шекер салып аламыз да, ұнымызды араластырамыз. Нәтижесінде песочный бізде қамыр болу керек. Енді бетіне жұмыртқамыз салып араластырамыз. Міне нәтижесінде осындай қамыр шығу керек. Оның кішкене бөлігін бөліп алып, біз оны морозильникке қойып қоямыз. Бұл бізге бетін әсемдеуге керек. Ал қалғанын формаға салып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Біз енді начинкасына алманы ұсақтап турайтын боламыз. Әдемілеп ұсақтап тураймыз. Бұл алманың орнына сіздер груша қоссаңыздар да болады. Персикпен істесеңіздер де болады, әркім өзінің қалауымен істесе болады. Енді дайын алмамыздың үстіне 2 немесе 3 қасық, ас қасық шекер қосып араластырамыз. Содан соң 1 ас қасық крахмал қосатын боламыз. Араластырып тастаймыз тағы. Енді біз тоңазытқыштан шыққан қамырымызға начинкамызды салатын боламыз. Әдемелеп, біркелкі етіп, формаға жайып шығамыз. Енді морозильниктегі қамырымызды алып, үккіштен өткізіп, бетін әсемдейтін боламыз. Сөйтіп, 180 градуста 45 минут пеште пісіріп аламыз. Міне достар, біздің алма қосылған пирогымыз дайын болды. Енді біз суығанын күтеміз. Мінекей біздің пирогымыз суыды. Енді бетіне сахарный пудраны сеуіп, қонағымыздың алдына қоятын боламыз. Астарыңыз дәмді болсын.